Сәлем достар, біз бүгін доп копилканың екінші видеосын түсіретін боламыз. Мына видеода доптың формасының астын тегіс қылып кесіп аламыз. Жақсылап майлаймыз, себебі гипсіміз формамызға қатып қалмау үшін. Көріп отырғандарыңыздай, қыстырғышпен жан жағын қыстырып, гипсіміз ағып кетпеу керек. Кесіп алған тесігінен біздер қазір гипсті құятын боламыз. Көріп отырғаныңыздай, форманың асты тегіс болып кесілген. Себебі біздер қазір астын бітегенде тегіс болу керек. Міне 3 қасық гипс салып, су қосып араластырып, манаға кескен формамыздың тесігінен құямыз. Доптың кесілген жерін қолымызбен басып отырып, гипсімізді айналдырып отырып жағатын боламыз. Формамыз майлы болғандықтан бір жері жұғып жұқпай тұр, бір жерлері. Айналдыра берсек, формамызға жақсы жұғатын болады. Ішіндегі қалған гипсті осылай айналдырып отырып жағатын боламыз. Дәл осылай екінші слойымызды да 3 қасық гипспен су қосып араластырып, формамызға құятын боламыз. Формамызға құйдық, енді тағы да аузын жауып, барлығын бір келкі қылып айналдырып, гипсімізді жан жағына жағамыз. Бұл формамыздың асты тесік болғандықтан, оңай әрі тез жағылатын болады. Үшінші слойымызда да 3 қасық гипс салып, су қосып араластырамыз соңында. Сұйық болса, сәл қоюлау қылып тағы салуға болады. Формамыздың тесік жерін алақанымызбен басып отырып, айналдыратын боламыз. Сол кезде гипсіміз әрі әдемі тегіс болып жағылатын болады. Дәл осылай 4-ші слойымызда да гипс салып, су қосып араластырып, формамызға құямыз. 20-25 минут тұру керек. Формамыздың астына тегіс зат қойған жақсы, себебі әдемі ол тегіс болу үшін. 20-25 минут уақыт өтті, менің копилкамның асты тегіс болып жабылды. Енді қыстырғыштарын алып, пышақтың көмегімен допқа ауа кіргізіп, айналдырып ашатын боламыз. Бұл допта тез ашылады, себебі біздің добымыздың асты ашық болғандықтан. Екінші жағыда форманың екі шетін көтерсек, оңай әрі тез түсетін болады. Міне әдемі болып шықты. Біздер енді копилкамызды тұрғызып қоятын подставка жасайтын боламыз. Оған мен нутелланың крышкасын алған болатынмын, алдын ала майлап дайындап қойдым. Енді бізге гипс саламыз, су қосып араластырып, нутелланың крышкасына құйып, копилкамызды үстінен қоямыз. Қақпағымызға құйып, 10-15 минут қоямыз. Біздердікі қатты, жәмендеп бұра отырып пышақпен түртіп ашамыз. Майлағанның бір жақсы жері жақсы оңай ашылды. Тесік, шұңқыр жерлері болса, өстіп әдемелеп пышақтың көмегімен бітеуге де болады. Біздер енді тиын салатын жерін тесетін боламыз. Жан жағын ұрып-ұрып, қалың жерлері болады, жұқа жерлері болады. Қалың жерлері болса, тесу қиындау болады. Соған сәл жұқалау жерін пышақтың көмегімен әдемелеп тесеміз. Мен бұл видеомда доптың астыңғы подставкасын, нутелланың крышкасын қолдандым. Менің видеом ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар.